Былтыр мен бір жаман әдетті қалыптастырдым, ол тәттіні жеу. Мен пончик немесе бір тәрелке печеньенің алдында өз-өзімді ұстай алмай қалам. Және де өз әрекетімді, ал мен бүгін спорт залға бардым. Осындай салынған күшке бір тәтті берілу керек. Және бір рет болады ғой деген сөздермен ақтадым. Мен күнде жаттығу залына барып, көп күш салғанның өзінде, менің қарным шығып бара жатқанын байқай бастадым. Міне осыдан мен 30 күн бойы қантты тұтынудан бас тартуды шештім. Тамақ тұтыну тәртібінде қанттың көптігі зиянды екенін бәріміз білеміз. Қантты бостан босқа ақ өлім деп атамайды ғой. Бұны біз бала кезімізден білеміз. Және де қарынның ерте кезде шығуы бұл тәтті айсбергтің әлі басы емес. Қантты көп тұтыну сіздің метаболизміңізді бұзады. Екінші типті қант диабетін тудырады. Бауыр немесе бүйрек зақымдану мүмкіндігін арттырады. Терінің қабынуын тудырады. Буын ауруы, тіс жегі және осы тісіндегі нәрселерден де жаман болуы мүмкін тағы не бар? Шыны керек ондай нәрсе бар екен. Ол қанттан тәуелді болуға апарады. Сондықтан мен қазір ең бірінші істегім келетін нәрсе барлық қанттан жасалған нәрселерді және қант қосылған барлық заттарды тауып, оларды пәтерден шығару. Ендеше дәл қазір бастайық. Мен қантты жеткілікті мөлшерде тұтынатынымды білдім және тамақтардың жапсырмаларын оқыған сайын сол ойыма сене бердім. Тұтынатын тамақтарымда қанттың көптігі сыртынан ақ білініп тұрғандары бар. Балмұздақ секілді, шоколадты печеньелар, энергетикалық сусыным және энергетикалық батончиктер де бар. Бұл маған жаңалық болды. Менің сүт қосылған хлопьямда тіпті мен сатып алатын нанның 2 тілімінің өзінде 10 грамм қант қосылған. Егер сіз мен сияқты болсаңыз және өзіңізді бақылауыңыз төмен деңгейде болса, онда бақылауды қалпына келтіру үшін қанттан толықтай құтылу керек. Көз алдында тұрған тәттілерден бас тарту мүмкін емес қой. Сондықтан бұның бәрін тығу керек, немесе лақтыру керек. Алғашқы 2 күнде бас тарту қиын болды және бұл күрес 1 аптаға дейін созылды. Сонымен осы сынақтың өткеніне 7 күн болды және бүгін маған ешқашанда болмаған басыма күш түсті. Соңғы 45 минутта мені қантқа кәдімгідей тарта бастады. Мен үйге келе жатқанда өзім байқамай дүкенге кіріп кеттім. Қалай ойлайсыздар не алғанымды? Не алғанын таппай қалдыңыздар. Бұл қант қосылмаған күріш торты. Бұл сынақты бастамас бұрын мен қант туралы аздап зерттедім. Бірақ жауап берілмеген сұрақтар қалды. Қандай қанттан аулақ болуымыз керек? Ал қанша қантты тұтыну тым көп болады? Осыдан мен осы саладағы маман досыма Бекке Шерненнен көмек сұрадым. Ол тіркелген диетолог және Minimal Wellness негізін қалаушы. Қанттан бас тарту қалай көрдің керек екенін сен маған түсіндіре шығасың. Әрине сен адамдармен жұмыс істеу тәжірибеңмен адамдар әдетте не істейді, қандай қантты алып тастауға тырысады. Көптеген адамдар өздері байқамай қант қосылған тамақтардан бас тартуға тырысады. Қосылған қант ол өңделген тағамдарға қосылады. Бұл асханалық қант немесе бал немесе жүгері шәрбаты мен фруктоза сияқтылар. Менің патшам, бұл сапалы жүгері сиропы. Егер біз проценттермен бөлінуді айтсақ, онда ең дұрысы сіздің калорияңыздың 5% қосылған қанттан артық болмау керек. Яғни 2000 калориялы диета үшін бұл 25 грамм қосылған қант. Оңай болып естіледі, бірақ сен қай жерде көбірек қосылған қантты тұтынғаныңды бақылап көр. Мен ұшақта ұшып жүргенде өздері беретін снектердің арт жақтарын зерттейтін. Менің түп санам тәттілерді аузыма салып жібергісі келетін, бірақ менің санам дер кезінде қосылып, тәтті булка катапульта мен қасында отырған Наталиге кететін. Бұл жақтағы мақсат күніне 25 грамм қантты қосу емес. Бұл жақта басты нәрсе не 1 аптаға, не 1 айға тамақ рационыңызды тиянақты бөліп тастау. Бір күні азырақ, бір күні көбірек, сонымен мұндай икемділікті таныту қажет. Сіз әрқашанда бір мерекеде десертті тұтына аласыз. Осы жақта бір қызық нәрсе бар. Адамдар мерекелік десертке жетпей тұрып, қантты көп тұтынып қойғанын кейде өздері де түсінбейді. Қантты барлық жерге қосады және бұл тамақтың тәтті болатынына кепіл емес. Мен үшін де бұл таңғаларлықтай нәрсе болды. Мен көп деректі фильмдерді көрдім және бұл жайлы кітаптарды оқыдым. Және мен сене алмадым. Мен мюсли бар батончигімде 30 грамм қант қосылғанына. Ал мен ойладым, ол жаман емес деп. Бұл мені күшейтті түрлі мағыналарды алғанда. Сондықтан қазір мен бір нәрсе сатып алардың алдында, біріншіден мен сол нәрсенің құрамына қараймын.
Тамақ өндірушілердің қантты көп қосуының себебі бар. Біріншіден, бұл дәмді, тәтті нәрсе тәуелділікті әкеледі. Оны қайта-қайта сатып ала бергіңіз келеді. Екінші себеп, ол арзан, және бұның бәрі теріс әсерін береді. БК менің 30 күн бойы қанттан бас тартуды мақұлдады. Олар айтты, мен денем қантқа қалай жауап беретінін түсінуге жақсы қадам болатын. Сонымен қатар дұрыс тамақтанудың және теңдестірілген диетаның маңыздылығын атап өтті. Шынымды айтсам, менің рационым әрқашан теңдестірілген емес. Сонымен бүгінгі кешкі асқа жай атап көрейік. Салауатты өмірдің асар тие. Не істегенімді қазір көрсетемін. Бұл жақта рис, тауықтың еті және шамалы бекон. Осы жақта теңдесуге көкөністерді қосу керек еді, бірақ бұл жаңадан бірдеңе. Мен оны дәл қазір түсініп тұрмын. Мен мүмкін қанттан соншалық тәуелділікпен ауырмаймын, өйткені менде басының ауырғаны немесе ауыртпалық, ыңғайсыздық болмады. Есепке түнгі қантқа деген құмарлықты алмағанда. Осы өзгеріспен күресу үшін мен шайды іше бастадым. Бұл шынымен менің ойыма алаңдау үшін көмектесті. Сіздер есте сақтап алғандарыңызды қалаймын. Жаман әдеттер, яғни тәттілерді жеу уақыты келгенде өзі туралы білуді естеріңізге түсіреді. Олар қарлы шар болып жинала береді және сіздің денсаулығыңызға кері әсерін береді. Не қарап тұрсың? Осындай түрмен. Сіз бұл әдеттеріңізді ақтай бастағанда сіз биологиялық автопилотты қосасыз және жағдайдың бастығы болудан қаласыз. Сіз зиянды әдеттерді енгізе бастайсыз. Тағдырға шүкір осындай сынақты қабылдағаныма. Бұрын мен витаминдердің көп бөлігін алу үшін смузилерге жүгінетінмін. Олардың құрамында сіз үшін пайдалы дәрумендер, қоректік заттар және талшықтар болады. Бірақ мен жемістерді азайтып, оның орнына көбірек жасыл жеуге мәжбүр еткім келді. Алғашқы 10 күннен кейін мен кешкі асқа пайдалы тағамдар әзірлеп жей бастадым. Бүгінгі асқа балық және қоңыр күрішпен бұқтырылған қырыққабат. Салаттар менің must-have тамағыма айналды, өйткені олар оңай дайындалады. Сонымен бізде осы жақта треске, карри және қоңыр күрішпен бұқтырылған қырыққабаты. Мен қырыққабатты тауық сорпасымен бұқтырдым. Содан шамалы сорпа да дайын болды. Натали ас үйде маған қарағанда әлдеқайда жақсы екені сөзсіз. Мен әйтеуір быт-шыт қылып сынаққа тамақ дайындаймын. Ал ол тамақ жақсы көріп тұрып және оңайлықпен тамақ пісіреді. Олар шедеврлар, бірақ зиянды. Мұнан қараңыз, шей адам тамақ, салауатты адам тамағы. Мен қантты қамтитын барлық тағамдарға алмастырғыштарын таптым. Інжір кептелісі орнына мен горчицаны қолдандым. Сірке суының орнына зәйтүн майы мен лимон шырынын қолдандым. Және соның үстіне тұз бен бұрышты септім. 3 аптадан кейін мен энергия деңгейімнің тұрақты болғанын байқадым. Енді маған бәрібір болды. Қазір түн бе, күн бе, мен өзімді күні бойы бірдей болып жақсы сезіндім. Сөзсіз, бұл мен тұрақталған диетаның арқасында. Бірақ беконмен мен мүлде мақтанбаймын. Энергияның көбеюі мен азаюы бұл энергия деңгейлері, яғни бұл қандағы қанттың ауытқуына байланысты. Сондықтан, сіздің рационыңызда қант көп болса, қанығу тез көмірсуларының арқасында жүзеге асады. Бұл күштің көбеюіне апарады, бірақ бұл қысқа мерзімге. Содан кейін қарғыс атсын құлайсың, сосын ұйқыға тартады. Және міне осы нәрселер арқылы біз түсіндіре аламыз неге тәттілерге ұмтылатынымызды. Олар сізге жылдам қуат береді. Менің айтқанымдай бұл алдауыш сезім. Бак толтырылған сияқты, бірақ басқа жанармаймен. Тұрақты энергия деңгейлерінен басқа сондай-ақ менің қарным кішірейе бастағанын байқадым. Ол жоғалған жоқ, бірақ жоғалуға жақын. Жарайды, осылайша 30 күндік сынақ аяқталды, және менің өзімді жақсы сезінемін. Соңғы 30 күнде мен бірнеше нәрсені өзгерттім. Мен жаттығу залына көбірек бара бастадым. Көп саяхаттамайтын болғанымнан солай істеуіме болады. Мен сондай-ақ қант қосылған тамақтардың тұтынуын азайттым. Денсаулығым жақсарғанын сезіндім. Мен оны 10% деп есептеймін. Әрине, барлық істеген нәрселер менің энергия деңгейімде және күн сайынғы сезімімде үлкен айырмашылықты тудырды. Өйткені Құдай біледі, бұл болашақта маған қалай әсер ететінін. Менің енді шығып келе жатқан қарным кәдімгідей боқ-қарынға айналып кетуі мүмкін еді. Бұл мүлде жақсы болмайды. Және бұл сынақтарға қарамастан мен тәттілерді әлде жақсы көрем. Мен десерттерді кәдімгідей жақсы көрем және одан құтылғым келмейді. Өйткені менің ойымша бұл өмірде біз шынымен ләззат алуымыз керек. Бірақ бұның бәрін саналы түрде істеу керек. Керекті мөлшерде істеу керек. Сонымен мен өз рационыма чит милы енгізейін деп жатырмын және солардың бірі ертең басталады.
Көп жеп қойдым. Ішім ауырып кетті ғой. Мен бұл пончиктерді бірінші және соңғы рет жеген сияқты болдым. Ал қазір маған жаман болып барады. Бұл жаман. Енді лақтыра салуға болмайды ғой. Жедел біреуге беріп жіберу керек. Мені күтіп тұрсың ба? Ой, сволочь неме. Пончиктерді алғанына рахмет. Ақаш жақсы бол. Туған күнмен. Рахмет.